Қайырлы күн достар, бүгін дәл осындай білезік пен сырғаның жасалу жолын үйренетін боламыз. Алдын ала менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар екі түсті бисер, қыл және қайшы керек. Ең бірінші қылымызды алып, өзімізге керек мөлшерде қиып аламыз. Сосын қылдың екі ұшын алып, бір ұшынан 10 қызғылт түсті бисер өткіземіз. Одан кейін сол 10 бисердің ішінен 3 бисерді қайтадан алып, қылымыздың екінші ұшын керісінше өткіземіз. Сосын екі ұшынан бірдей ұстап тартамыз. Сонда бізде шеңбер шығады. Енді қылдың екі жақ ұшына 2-2-ден күлгін түсті бисерді өткіземіз. Екі бисерден 4 бисер өткізіп болғаннан кейін бір бисер алып, екі ұшын айқастыра өткіземіз. Сосын екі ұшынан тартамыз. Дәл осылай шығуы керек. Сосын қайтадан күлгін түстен екі ұшынан 2-2-ден 4-те өткізіп алып, одан кейін 3 қызғылт түсті бисер алып, қылдың екінші ұшын керісінше өткізіп, тағы да тартамыз. Сонда бізде дәл осылай жасалуы керек. Сосын екі қылдың ұшынан 2-2-ден 4 қызғылт түсті бисерді өткізіп алып, тағы да 3 түсті қызғылт бисер алып, екінші ұшын керісінше өткізіп тартамыз. Болды, бізде бар қайталайтын жұмысымыз осы. Осыларды қайталап жасай береміз кезек-кезегімен. Өзімізге керекті ұзындықты алғаннан кейін, бізде ең бірінші қызғылт түстен жасағанбыз шеңберімізді. Сол шеңберден 3 қызғылт түсті бисерден қылымыздың бір ұшын өткізіп, екінші ұшын керісінше өткізіп тартамыз және де ең соңында байлаймыз. Міне достар, біздің оңай әрі жеңіл дайындалатын әдемі білезігіміз бен жүзігіміз дайын болды. Егер ұнап жатса, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар, және де каналыма тіркеліп, қоңырау жағына да баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.